Mana biz osындай дальний станокқа қойып, осындай аппаратпен сауамыз ешкілерімізді. Мына осындай аппаратпен сауамыз. Ешкі спокойно тұрады, өте ыңғайлы. Көрсеңіздер. Жерінде кигізіп қоямыз. Өзі сауа береді. Мынау шелегі. Мына қарасаңыздар, ішінен сүт кетіп жатыр. Мынау аппарат, мынау кәдімгі дайын аппараттар сияқты тачкмен сүйреп олай әуре болмайсыздар. Осы, бұның бүкіл системасы осы. Қолға дәл осылай ұстайсыздар да кете бересіздер. Болды. Өзі жаңа алдын ала зарядтап қоясыздар. Сол зарядкамен ешкілеріңізді сауып кете бересіз. Ешқандай шыныр, доқ сүйреп жүрмейсіздер. Мына осындай аппаратпен сауамыз, өте ыңғайлы. Мына керемет аппарат. Егер алғыларыңыз келсе, 8702-509-9163 нөміріне хабарлассаңыздар, осындай аппараттан алдырып бере аламыз. Сауын аппараты өте ыңғайлы. Оның үстіне бағасы да қазіргі аппараттар, мысал үшін қазіргі аппараттар өздеріңізде білесіздер, былтырғы 200 мыңдық аппараттар биыл 300 мыңнан болып жатыр. Ал мынау қолжетімді бағада. Оның үстіне ары бері сүйреп жүргенге де өте ыңғайлы. Міне, ешкілер де тып-тыныш тұрады. Өзіңізге тасуға да ыңғайлы, және де қайда жуа салуда өте ыңғайлы. Сіз со 300 мыңға надан мысал үшін 4-5 аппарат аласыз надан. Міне, өте ыңғайлы. Қолға ұстайсыздар, кете бересіздер. Оның үстіне доқ сүйремейсіздер. Қораның ішіне питание сүйреп, доқ сүйреп, олай әуре болмайсыздар. Свет өшіп қалса да, мынаны алдын ала бір зарядтап қойсаңыз, соның өзі қаншама ешкіге жетеді. Әрбір үйде болуы тиіс нәрсе. Сонда үйде өздеріңіз болмай қалған кезде де, сауатын адам болмай қалған кезде, кез келген үйде кішкентай балаңыз да, кез келген адам сауып кете береді. Оның ешкінің желіне ешқандай зияндығы жоқ. Дауысы да қатты шықпайды. Мына осылайдан қоясыздар. Мына қазір уже ешкіні жобалап уже аяқтап қалды. Сіздерге қайтадан қойып көрсетем. Мына өте ыңғайлы құрылғы. Одан кейін шелек өзі толған уақытында өзі автомат түрде сүтті сормайды. Дауысы да өзгереді, сүтті де сормайды. Қарасаңыздар, міне сүт кетіп жатыр. Осылай өзі сауып бітіреді.